Әке болғанымды сезіну үшін 2 аптадай уақыт кетті. Ең алғаш рет қызымды көргенде бейтаныс адаммен танысқандай таныстым. Әке мен баланың жолы бөлек-бөлек жол емес. Қанша балам болса да, әрқайсының тағдырына кіріп кетесің. Және сол жолды қалыптастыру әке мен балаға бірдей жүктеледі. Әке болу бұл баланың өмірге келгеннен кейін оның тәнін қорғап, азық-түлік, киім-кешегін қамтамасыз етіп қана қоймай, оның үлкен өмірге аяқ басуына, біліміне, тәрбиесіне, адам болып қалыптасуына, түрлі өмірдің қиындықтарынан сүрінбей өтуіне ықпал ету жолында өзіңе жауапкершілік алу, тәрбие беру жолына тұру. Демек, белгілі бір деңгейде өзіңді де тәрбиелеу деп білемін. Әке мен баланың қарым-қатынасы бұл шексіз сұрақ пен жауаптың жолы. Тіпті баланың әкесіне арналған сұрақтары әкесі өмірден өткен сонда аяқталмайтынға ұқсайды. Еркектерге менің жауабым ұнамауы мүмкін. Бірақ айтпаса сөз қадір өледі деген. Әке жолы бұл берілу жолы, өзіңді, эгоңды жеңу жолы. Тіпті кейбір құндылықтар мен мүддеңді құрбан ету десең болады. Бұл шахмат ойыны емес. Балаң жеңсін десең, өзің берілуің керексің.